Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 20-ші сабақ. Тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуды үйренемін. 5-ші жаттығу мәтінді түсініп мәнерлеп оқыңдар. Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні, жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақ-бақпен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап, сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сыйлықтарын алып, алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек деді Гүлсім. Екеуіңді бірге сыйлаңдар, алтындарым, өйткені бірлік түбі береке, ниеттеріңе рахмет деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған екі қыз жібіп анасын туған күнімен құттықтады. Я балалар, туған күн болған кезде анаңа міндетті түрде қолыңнан жасап өзіңнің сыйлығыңды ұсынуға болады. Сөзі қыздарына қалай әсер етті? Анасына сөзінен кейін екі қыз ренжіп тұрған болатынмын. Екеуіңді бірдей беріңді дегесін аналарын құшақтай алды. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат. Неге қарамен жазылған сөйлемді көшіріп жазасыңдар. Содан кейін дауысты дыбыстарды жуан жіңішке, дауыссыз дыбыстар қатаң үнді екенін ажыратып, астарын сызасыңдар. Мысалы, Гүлім дегенде Г дауыссыз 2 сызық, Ү дауысты 1 сызық, Л дауыссыз 2 сызық, Э дауысты 1 сызық, М дауыссыз 2 сызықпен сызасыңдар. Не ыстық? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әке мен шешеміз, бәрінен тыныштық деген сөз тымыстық. Я балалар, елімізде осындай тыныштық, бейбітшілік орнаса, барлығы да өзіңе жақын ыстық болып тұрады. Аспанда күн ыстық деген сөйлемді жеке-жеке дыбыстық талдауға жасайсыңдар. Аспанда 8 зәріп 8 дыбыс 3 буын, яғни дауысты дауыссыз дыбыстарға ажырату. Жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Түп нұсқасы халық аты, екі шеткі әрпін қысқартса, қазақтан қарты. Яғни бұл жерде халықтың аты татар, Т мен Р-ны екеуін алып тастасақ, ортасында ата деген сөз шықты. Қарт сөзіне мәнді сөздер тауып сөйлем құрап жаз. Қарт, қария, ақсақал, ата. Қарттары бар үй қазынаға толы болады. Қазына дегеніміз балалар мақал мәтелге, нақыл сөздерге, жұмбақтарға, ертегіге, ақыл сөздерге толы екен. Сондықтан аталарыңды, әжелеріңді тыңдап өсіңдер. Шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Тор көзде бірнеше туыстық атаулар жасырынған. Соны тауып жазасыңдар. Мысалы, мына жерде мінекей іні деген сөзді сызып қойдық. Содан кейін қарындас, қатесіз әдемде көшіріңдер. Жерде аға, әпке деген сөздер бар. Неге осы жерде жазылған сөздерді мына тор көздің ішінен тауып алдық. Неге суреттерінде қарауға болады. Осы сөздердің ішінде біреуін дыбыстық талдауға жасалынды. Іні деген 3 әрпі 3 дыбыс 1 буын, дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді, Э дауысты жіңішке. Балалар, бүгін біз сендермен дауыссыз дыбыстардың түрлеріне ажыратып дыбыстық талдау жасадық. Осымен сабағымыз аяқталды.